бар әлемнің оңы бар ай. Жаным сен қасыңда анашымның жазбаша бөлуді өтеміз, иә? Біз өткенде қандай өттік? Қандай тақырып өттік? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше біз қазір жүздік, ондық, бірлік бәрін білеміз, иә? Ендеше маған айтыңдар, жүздік деген қайсысы? Жоқ, апайлама, біртілеп айтын, асылай айтамын. Жүздік деген қайсысы? Жүздік деген нұр. Қайсысы? Көрсетші. Дұрыс айтасың, ондық. Жоқ, ондық қайсысы мына жерде? 8 ба? А, бірлік? Дұрыс айтасың, отыра қой. Ендеше біз мына жерде ең бірінші не істейміз? Қайта ғой. Екінің басына қайырамыз. Екінің басына қайырамыз демек, бұл жүздікті бірлікке бөлеміз. Демек, екіні екіге бөлсек қанша? Бірден береміз, иә? А мына жерге не деп жазам? Дұрыс айтасыңдар. Ары қарай не деп жазам? 8-ді сүремін, 10-ды жазамын, иә? Енді сенің табиғатыңдай таңғажайып бұл әлем, менің махаббатымдай естіледі бір әуен. Жанарыңның бейнесін жүрегімде сақтадым, сәлем сендей сұлуды бұл ғасырдан таппадым. Сол себепті мен саған ғашықтардай құмартам, сені ғана аңсағам. Жанарыңның бейнесін жүрегім